Армысыздар, құрметті Елорданы және Дін YouTube арнасының көрермендері. Бізде бүгін кезекті подкаст. Менің есімім Нұрсұлтан Құрман, осы подкасттың тұрақты жүргізушісімін. Өздеріңіз жақсы білетіндей, YouTube-тың ережесі бойынша осы біздің бейнені көріп отырсаңыздар, лайк басыңыздар, қоңырауды басып қойыңыздар, астына коммент қалдырыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Оқырмандардың саны артқан сайын, сондай қаралым көп болған сайын, бұл біздің танымдық дүниедегі, діни ағартушылық бағыттағы подкастымыз көп азаматқа рекомендацияға шығатын болады. Сондықтан оны ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз өте ерекше, өзек болып отыр. Өйткені біз бүгін жастар және дін деген тақырыбында әңгіме дүкен құратын боламыз. Студиямызға келген спикерлермен таныстырып өтейін. Дәурен Мүслімов, Ақ мешіттің бас имамы. Батыржан Ибрагимов, танымал блогер. Арсланбек Мағзұм, елордалық мәслихат, яғни осы бейбіт сайлаудан жеңіп шыққан 8-ші шақырылым депутаты, қалалық жастар рухы, жастар қанатының төрағасы. Тақырыбымыз енді жастар және дін. Жастар және дін деген кезде бірден көз алдымызға не елестейді? Бұл әрине жастардың дінге жаппай бет бұру, ол дұрыс тенденция, үрдіс, бірақ арасында радикалды бағыттағы бір басқа біздің негізгі ата дінімізден жолды айырып жіберетін неше түрлі топтар бар, неше түрлі әдебиеттер бар, неше түрлі паблик сайттар бар деген сияқты сол төңірегінде әңгімелесеміз. Өзіңізден бастайық. Жастар және дін. Қазір қалай, мешіттің бас имамсыз жастар көптеп келе ма? Ораза кезінде тарауықтан бөлек. Но молодежь, она всегда являлась капиталом. Это будущее страны и воспитание, особое внимание, уделение со стороны государства, со стороны мечети и духовных представителей является, безусловно, обязательным и важным. И поэтому в исламе и в хадисах пророка, саллаллаху, есть хадисы, в которых говорится о том, что первое, нужно проявлять уважение к старшим и милосердие к младшим. Поэтому те, кто младше нас, то есть это наша молодежь, путем правильных назиданий, путем правильных наставлений, наше влияние становится причиной того, что наши дети исправляются, и наше будущее будет становиться лучше. Поэтому проявлять заботу тем, кто младше нас, уделять им внимание, участвовать в их воспитании – это обязанность, на самом деле, каждого верующего человека. И сегодня, как мы видим, с каждым годом число пребывающих и духовно обогащающихся людей – это в основном молодежь. И поэтому наша задача именно духовных представителей, мы не говорим только об исламе и представителей всех религий, давать им правильное знание, которое должно стать, то есть препятствием на пути псевдопроповедников, которые влияют на умы, которые пытаются сбить наших молодых ребят с правильного пути. Это социальные сети, где различные течения транслируют свои лекции. И поэтому мы, как, скажем, сознательные люди, обладающие знаниями, должны давать то знание, и чтобы наша молодежь получала именно от официальных источников, официальные сайты и духовные именно объединения, имеется в виду, то есть если это мечети, то брать информацию только от духовных представителей. То есть это один из путей, который может стать препятствием на пути того, что люди могут попасть под влияние деструктивных течений. Жақсы, бұл мәселеге қазір қайта ораламыз. Ең қазір кіріспесін түсіндіріп берді. Негізгі миссиясын осы жастарға келген кезде мешіттердің Батыржан, сіз енді блогерсіз ғой. Блогер деген екен, міндетті түрде әлеуметтік желі. Қазір жастардың басым көпшілігі барлығы қазір кімнің қолында ұялы телефон бар, ол әрине Instagram, TikTok, екеуі ғой негізінен отыратын. Facebook'та айтпай қойын, Twitter ол енді үлкен бүгін отырады ол жақта. Осы жақта өзіңіз енді қарап, сараптап отырасыз ғой. Жастардың дінге деген құштарлығы қаншалықты, және осы әлеуметтік желілерде теріс ағымдарды насихаттайтын, бұрыс жолға салатын
парақшаларды көзіңіз шалатын шығар. Енді біріншіден өзім қуанып отырмын. Енді жастар қатарынан шығып қалдық па деп ойлап жүргенбіз енді. Қазір жасымыз 34-те, әлі 2 жыл уақытымыз бар. 1 жыл бар. 35 қой болды одан кейін. Жастар қатарындамыз ғой деп біз де айтып қаламыз да. Енді мынандай сөз бар да, негізі жастық кезде сенде уақыт бар да, бірақ сенде ақша жоқ дейді да. Орта жаста сенде ақша бар, бірақ уақытың жоқ та көп нәрсеге. И сен қартайған кезде сенде күш қуат та жоқ, сенде возможность болмай қалады деген сияқты. Бір материалды көрсең, Instagram болсын, TikTok болсын, алгоритм. Сен біреуді тыңдайтын болсаң, соған ұқсас материалдар шыға береді. Сондықтан қазір енді бұрын бір 3-4 жыл бұрын, 5 жыл бұрын сондай жаңағыдай діни ағымдар туралы басқалар видеоларды көбірек көретін едік сондай. Қазір енді азайып келе жатқан сияқты. Және де жастар қатарын мешітке барған кезде көбірек көретін болдық. Және де өткенде Алланың қалауымен Мекке, Мәдинаға барып қайттық. Ол жаққа барған кезде жастар көп жүр ғой. Сол кезде мен мына жерге барды. Біз ойлайтын едік қой, қазірге дейін үлкейген кезде барамыз, үлкейген кезде намаз оқимыз деп. Бір зейнетке келген кездегі жас сияқты көрінетін еді ондай қадамдар. Бірақ ана жаққа барып сол нәрсені көрген кезде неғұрлым бойыңда мына жеріңде ақылың жұмыс істеп тұрған кезде, губка болып сіңіріп тұрған кезде, жастау кезде барып, соны өлгенше дейін азық қылған дұрыс екен да. Жақсы, бұл да бір кіріспес болсын. Арслан, енді қош келдіңіз. Сіз қазір жастар рухы, бұл енді үлкен аудитория, үлкен бір алаң, жастардың алаңы. Түрлі ойлар қосады, түрлі пікірлер, түрлі ұсыныстар көтеріп жатады. Бұл әсіресе мысалы Астана қаласы бойынша. Қазір мысалы сіздердің қатарларыңызға кіріп жатқан, мысалы жастар рухына кіріп жатқан, немесе сіздер жұмыс істейтін жастар аудиториясында діни сауаттылық қаншалықты болып жатыр, олармен қандай жұмыстар жасайсыздар, мысалы олардың жат ағымдарға ілесіп кетуді алдын алатын бір қандай қадамдар жасап жатсыздар? Рахмет. Біріншіден қазір жастар рухы жастарға үлкен жұмыстар жүргізілуде. Көптеген жастарымыз бар. Республика бойынша жалпы бізде 110 мыңдай қатарлас рухтастас жастарымыз бар. Сіз айтқандай жаңағыда басқа діни ағымдарға бармас үшін бізде өз тарапымыздан, мысалға ол мен жеке ойым, жеке азамат ретінде қазіргі таңда біз мысалға діндерді зерттеу орталығымен нақты өзінің жаңағыда біздің ағамыз айтқандай официальный сайттар дейді ғой, ресми ақпараттарды осы жастармен кездесіп таратудамыз, яғни несі бұрыс, несі дұрыс екенін түсіндіріп, жаңа ағамыз айтып кеткендей жастардың тілімен барлығын осы жастармен жұмыс жасап, оларға қарапайым тілмен түсіндірудеміз қазіргі таңда. Жақсы. Дәурен мырза, енді мысалы қазір сіздер жастар көп келеді. Қазір өте көп жастар дінге бет бұрып жатқан. Солар мысалы үлкен аудитория келеді. Сол үлкен аудиторияны алып қалу үшін қандай амал тәсілдер пайдаланасыздар? Басқа жаққа кетіп қалмау үшін қандай бір ерекше жолдары, механизмдер бар ма мысалы? Но в каждой мечети, в том числе и у нас, есть закрепленные определенные действия, которые мы проводим ежедневно или же еженедельно. Как, например, даже тоже участие как благотворительность. Да? Помните, да, что прошлые года это были год волонтерства, и молодежь, которая... Вот каждый из нас, он приходит к тому вопросу, для чего мы пришли в этот мир, для чего мы были созданы. И каждый человек, он в поисках ответа на этот вопрос. И та молодежь, которая, скажем, углубленно изучает это, и те, которые хотят обогатиться больше духовно, так как в основном, да, в этом мире мы чаще всего стремимся, делаем целью, да, это 3 вещи, это богатство, уважение и слава, но даже если мы и достигаем этих 3 целей, мы все равно чувствуем в своем сердце пустоту, одиночество, и человек всегда в поисках того, что, для чего он пришел сюда, что я должен сделать, какая моя миссия. И та молодежь, которая, скажем, изучает это более углубленно, приходя к нам в мечеть, они, помимо того, что мы совершаем 5-кратную молитву, коллективную, мы
помимо этого, то есть мы пытаемся привить привычки такие, как изучение, развитие, да, это изучение языков, такие как арабский язык, ну, соответственно, для чтения Корана, да. То есть есть обязательные занятия для детей, вплоть до того, что у нас есть и дети школьного возраста для первой и второй смены, где дети с удовольствием приходят, обучаются, то есть проводятся для них какие-то маленькие мероприятия, викторины, подарки. То есть таким образом человек, он привязывается к мечети с детства. То есть человек, он может быть и инженером, доктором, врачом, без разницы, но важно, чтобы он оставался человеком, и духовность, она и дает возможность, то есть развитие как и материальной стороны, так и духовной части. Жалпы мысалы Инстаграм, ТикТокта кірген кезде бір қыздарды көреміз біз. Мені қатты алаңдатады осы мәселе. Адамдар екі түрлі пікір айтады. Мына қап-қара киініп алады, көздері ғана ашық, отырады да ақыл айтып отырады. Жап-жас кішкентай қыз өмір көрмеген негізі анау бар ғой. Кішкентай қыз көрген шығар соларды. Киініп алады да, кәдімгі ақыл кеңес, қыздарға не істеу керек, қалай, орта құру керек, бар психолог кәдімгі діндар анау. Сосын мен айттым, мынаны кәдімгі заңды тұрғыда шектеп тастау керек, мынаны ата-анасына айту керек, немесе блоктап тастау керек каналын. Мынау өйткені қаншама өзінің ізбасарлар, ертең мынау бір жер жаруы мүмкін. Болған ондай ситуациялар, Түркияда болған мысалы, десем біреулер, кішкентай қыз ғой, кішкентай қыз не істемейді, ол қателеседі, ойнап жатқан шығар, ол ондай этаптардан өтеді, мүмкін еліктеушілік шығар дейді да. Көргенше сіздер не деп ойлайсыздар? Не ойлайсыздар, Батыржан, сіз бұл мәселе? Бұның қандай шешім жасау керек бұған? Енді қазір варианттар көп қой, оны жауып тастайтын ше. Бірақ қазірден бастап не қылады ғой өзі? Бір кемшілікті көрген кезде, сол кезде бастап күреспесең, ол кейін үлгейіп кетеді ол. Иә. Қазір ол ақыл айтады да, мен де көремін оларды. Олар мысалға ана жерде бүгін кішкене аудиторияға өткізеді, ертең соның массасы, оларға не ғой жынадай қызықта, ол не айтады деген сияқты. Андай жастармен айтқанда, тілмен айтқанда, не деп қуат деп ше. Басында сөйтіп қарайды. Не деп қуат деп. Сосын оны скриндап алып, жазып алады да таратады оны. Оны іздеп аудиториясын тағы да массаға. Тегін маркетинг. Тағы да не айтады деп. Сосын оның аудиториясы үлкейеді. Ол одан самайын осыларға қуған ұнайды екен ғой деп тағы да бір нәрселер табады. Мен танымал болып бара жатыр екен, дұрыс екен. Тағы бір нәрсені шығарады. Оның дұрыс жолға келуі біраз уақыт өтуі мүмкін да, бірақ ол келгеннің өзінде артында бір адам деп айтпай-ақ қойын, 100 адамның ойын ауыстырып жібереді ғой, өзі бір күні келгенмен ше. Сосын артында жынадай қуып жүргендер қалып қояды сөйтіп, олар жынадай дұрыс жолға келмей. Бірақ солармен қазірден бастап күреспесе, әйтпесе 6 бала туып тастаған сияқты жынадай ойбай, күйеулеріңмен бүйтіңдер, күйеулеріңмен сөйтіңдер, балаларыңа бүйтіп қараңдар деп өзі мысалға білмейсің да, ол байдан қайтып келді ма, болмаса байға тимеген ба, бірақ ол жаңа отбасылық өмірді айтып отырады. Болмаса жаңа көпті көрген қария бір әже сияқты әңгіме айтып отырады ана жерде, келіндер бүйту керек, сөйту керек деген сияқты. Ол деген дұрыс емес. Айтады ғой жынадай, тауық сойса қасапшы сою керек деп ше. Әр нәрсені егер жаңа діни тақырып па, өзінің оқыған, қаншама жылын сарп еткен, сол жолда жүрген имам ағаларымыз бар да. Сол кісілер қалай айтса да, Нұрлан имам әзілдеп айтса, әзілдеп айтсын. Қатты айтатын кісілер бар, қаттырек айтсын ше. Асықпай түсіндіріп беретін кісілер бар, олар дұрыстап айтсын ше. Оларға аудитория бар, әрқайсында қазір Инстаграм бар, ютубта каналдарда мысалға уағыздардың барлығын жазып сол жаққа салып отырады, тыңдайтын жері бар. Әркімде әр жерден сөзіңіз аузыңызда ер балаларға жетеді, мысалы имамдар бар, иә. Ол ТикТокқа да шығып сол аудиторияны қамтып жатыр. Нұрекең бар, Дәкеңдер мешітке бар. Қыз келіншектерге бұл проблема сияқты. Кейбір қыз келіншек сондай бір ақыл айтатын діндар алаяқтық элементтер байқалады да, бағана мен айтқан қара жамылы болғандар сияқты. Сол жағынан Нұрлан сияқты тағы да сол жақты қамтитын бір кісілер керек сияқты менің ойымша. Мешітке барған кезде әйелдер бөлек жамағатта отырады деген сияқты. Оларға кім оларға жынада уағыз айтып жатыр білмейміз деген сияқты. Бірақ мешітке барғандар дұрыс жағынан барып жатыр, ал бірақ өздері ТикТокта отырып алып, Инстаграмда отырып алып, ютубтан іздеп өздері ілім алып жатқандарды білмейсің да, ол кімнен ілім алып жатыр ше. Және де ол алған ілімін кешегі мысалға Жанат Бақыт деп жатырмыз, мына жерде айтып қалу керек болды. Ол да мысалға ілімін алды да бір жерден. 2 миллион аудиториясы бар, соған нормальный журналист болып жүрген адам ғой мысалға, алды да мына жерге лақты ғой мысалға енді.
басқа жақты мысалы информациясын, ол қателескені дұрыс емес адамдардың информациясын, ол ақша төлеп алды ма, оқып алды ма, қазір сондай ғой, бәрібір өсем дейді да, ақшасын беріп ананы тыңдайды, кітабын тыңдайды, оқиды, басқа қылады да, и ананы сіңіреді да, и бір күн ана өзінен шыға бастайды ғой. Ал ол өзінен шыққанын бөлек, ол түсімде көрдім деп айтады ғой әңгімені ше. Енді сондай адамдар сіздер көрдіңіздер ғой. Біз жазсақ астында қыз келіншектер ғой ана жақта жеп қояды ғой, жанат бақыты үшін жанарда ұрандары бар емес пе кәдімгідей. Ал олар үлкен қате. Біз жаңағыдай қазір ол еліктеушілік қазір қояды, адасып жүрген шығар, дұрыс емес шығар десек, ертең оның артында 2 миллион артында қаншама адамды бұзып кетеді да. Сондықтан оны контрольге алу керек. Сіз не дейсіз осыған байланысты? Добавлю тоже, смотрите, но почему люди чаще всего попадают под влияние деструктивных течений? Но одна из причин – это вот, есть такое понятие, как дефицит внимания именно дома, да, как отношения между родителями и детьми. И вот есть сура Юсуф в Коране, она очень красивая, и Всевышний сам назвал прекрасной сурой. То есть из всего Корана это одна из самых прекрасных сур, где описываются отношения братьев, описываются отношения родителей со своими детьми. И Юсуф, алейхиссалям, когда увидел сон, первое, что он сделал, он рассказал о своем сне своему отцу. Здесь говорится о доверительных отношениях между сыном и отцом. Он не рассказал это другу, он не рассказал это близкому человеку, он не рассказал это еще кому-то. Он рассказал о своем сне кому? В первую очередь отцу. То есть наше отношение с детьми должно быть устроено таким образом, доверительные, дружеские отношения, чтобы наши дети рассказывали в первую очередь секреты, все свое внутреннее состояние своим родителям, не друзьям. Если же мы пришли к тому, что ребенок это делает, то, я думаю, это очень большой успех для нас. Поэтому у каждого из нас есть внутреннее какое-то состояние, и человек должен выговориться, высказать. Первым, конечно же, первой опорой должны быть именно родители. И когда этого нет, когда нет доверительных отношений, когда человек доверяет друзьям, своему окружению больше, чем родителям, тогда он попадает под влияние не только, я не говорю о религии, любой другой, это отношение там любой в будущем. Кто слушает. Да, это и отношение в будущем может влиять и с женой, с детьми. То есть очень важно построить здоровые отношения между родителями. То есть первое, это супруги сами должны построить здоровые отношения между друг другом. Ребенок, он считывает информацию с лиц родителей. Если он видит, что мать всегда, скажем, не в настроении, она всегда обижена, или отец не обращает на нее, или же ругает, или выпивает, или еще что-то делает, ребенок, считывая это, он пытается всегда сделать счастливой свою мать, потому что мы ближе всего к матери. И он жертвует всем только ради нее, и это в будущем может отразиться и на отношении с мужем, или же на отношении с женой. То есть, увидев то состояние, как относится отец к матери или же мать к отцу, то такое же отношение, есть вероятность того, что ребенок также будет относиться и к своей супруге или же к своему мужу. Поэтому, в первую очередь, построить здоровые отношения между мужем и женой, между родителями, и чтобы наш ребенок был счастлив, очень важно часто говорить о том, насколько сильно мы его любим. Это совет психологов. Насколько сильно мы его любим, что ты для нас ценен, ты для нас дорог, ты для нас очень много что значишь. Каждый день это нужно говорить. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в своей прекрасной жизни показывает взаимоотношения с детьми, когда он, несмотря на то, что был самым занятым человеком, он становился перед ними на четвереньках и сажал своих внуков на спине, катая по комнате и издавая звуки верблюда. И когда заходил их отец, говорил: ух ты, какой у вас ценный верблюд. Тогда пророк Мухаммад сказал: нет, посмотри, какие ценные наездники. То есть он уделял внимание, он бегал с ними на перегонки, он устраивал состязания, он, совершая даже намаз, молитву коллективную, когда все сподвижники совершали вместе с ним позади пророка Мухаммада, во время земного поклона один из его внуков сел ему на грудь, на спину. И он долгое время провел в земном поклоне, что сподвижники подумали, что он, наверное, скорее всего, пророк Мухаммад скончался.
И один из сподвижников, когда увидел, что ребенок сидит, и поэтому пророк не вставал, он боялся то, что если вдруг ребенок упадет или ударится, и что-то произойдет. Он не вставал с этого положения из-за внимания к ребенку. Поэтому, если мы будем уделять внимание детям, если дети будут откровенны с нами, что они смотрят, какие сайты посещают, что их интересует, и если родители имеют хоть какую-то базу понимания, да, ислама, если мы сейчас говорим об исламе, то мы в первую очередь мы сами должны понимать, вот мы мусульмане, кто такой мусульманин, чего он должен придерживаться, какие есть основы, какую-то базу мы должны знать. Тогда мы сможем и ребенка направить правильно, дать ему правильное направление. Если же это все будет по самотеку, тогда ребенок сам сделает выбор и может ошибиться. Жақсы. Арслан, сіздерде мысалы Дәурен имам айтып жатыр ғой, внимание жетіспегеннен адам басқа бір соған назар аудартатын жерлерді іздейді деп. Мысалы шыны керек, балаға внимание керек. Мысалы ол бір жат ағымдар, сен мықтысың, сен күштісің деп саған қаржылай қолдау болса, солардың сойылын соғып кетеді. Ол рас, оны білесің. Сен осы қала бойынша айналысасыңдар жастар рухымен. Осы жастардың қол босамау үшін, олар вниманиясыз қалмау үшін, мысалы жат ағымдарға кетпеу үшін, діни радикалды ұйымдардың құрбаны болмау үшін қаншалықты белсенді жұмыс істеп жатсыңдар? Біз бүгін таңда жалпы тек қана діни ағымдар бойынша емес, жалпы жастарымыздың дұрыс бағдары болу үшін және де олардың өз уақытын тиімді пайдалану үшін түрлі жобаларды іске асырып жатырмыз. Ол тек қана проекттер, тек қана мысалға спортпен немесе қандай да бір турнирмен, проекттермен шектелмей, біздің жалпы осы президентіміздің қазіргі таңда бағытын қолдап, мысалға қазіргі таңда жақын арада бізде Қайсар деген жобасы, ол яғни біздің басты мақсатымыз ол жерде ол біздің елімізге, біздің отанымызға деген сүйіспеншілікті арттыру. Жатыр ғой спикерлер, осы ең бастысы оларға ол түсіндіру, олармен сөйлесу, қандай да бір ойларын алу, және де бізде мысалы өздерінің бір жастарының бір тың идеялары болса, бізде әрдайым оларды қолдауға дайынбыз және де қолдап тұрамыз. Енді біз айта алмаймыз, бүкіл сұрақтарын шешіп береміз де, бірақ та біздің ресурсымыз жеткенше, қолдарымыз жеткенше біз әрдайым көмектесіп жатырмыз. Және де мысалға жаңағыда айтып жатсыздар ғой, бір-бірімізге көмек деген, біз өзіміз мысалға особый акцент дейміз да, мысалға ол еріктілерге береміз. Әртүрлі ойлар бар, бірақ та ол біздің қанымызда бар зат, мысалы бір-бірімізге көмектесу. Қостанайдағы жағдайда жақсы не волонтерлар ғой? Иә. Қостанайдағы болған жағдайға мысалға біз өзіміз бір топ ерікті болып, жастарды жинап, біз сол жерге аттанған боламыз. Бір аптадай уақыт өткізген боламыз. Сол жерде көмектескен болатынбыз. Екібастұзға да барған боламыз. Арыстың уақытында, пандемияда уақытында, ол яғни тек қана осы жерге келіп, суретке түсіп кету емес, біз нақты таңертеңнен кешке дейін жүйелі түрде жұмыс жасаған болатынбыз. Сондықтан да біз жастарымызға дұрыс нақты жұмыс, тек қана әдемі сөйлеп, ол мынау дұрыс емес, ол нақты жұмыс, күнделікті таңертеңнен бастап кешке дейін жастармен жұмыс жасау керек. Қазір мынау біздің Дәурен мырза айтып кетті ғой, мынау әлеуметтік желіден ютубтан обезопасить ету үшін не істеу керек деген сияқты. Кейбір ата-аналар айтады, білмейміз, енді смартфон бар ғой, қолында оны 24 сағат отыра алмаймыз ғой, жаңағыдай. Блогерсің ғой, айтып берші, анау режимдер бар ғой әртүрлі, безопасный для детей деген, соны қалай істеу керек? Бізде көрген ата-аналар соны хабардар болсын. Ютубта енді оны барлығы біледі. Безопасный режимді, ол детский болмаса детский ютубты, бірақ балаларға тикток болсын, инстаграм болсын, қазір бір жастағы баланың қолына телефон беріп қойсаң, өзі қазір паролін ашып алып, ана жақта кіріп қарай береді да негізі информацияны. Сондықтан сен ол балаға телефонды бердің ба сен ол балаға телефонның ішіндегі қандай контентті қарайтынын алдын ала үйретуің керек та, оны түсіндіруің керек. Менде мысалға үйден біз келіншегіміз екеуміз енді кейде шығып кетеміз, бір шаруалармен магазинге барып келуге, басқа деген сияқты, балаларды үйде қалдырып кетеміз. Бірақ қалдырып кеткен кезде біз оларға еш нәрсе айтпай кетіп қалмаймыз ғой, білгендерің істе деп кетпейміз да. Мен любой ситуацияда ең соңғы вариантты таңдап кетемін да оларға. Егер үйде өрт шықса, басқа қылса, бірден тығылмаңдар, есікті ашып сыртқа шығыңдар деп. Оны инструктаж жасап, даже үйретіп те көрсеткенмін да, жаңағыдай. Өртенді деген кезде есікті ашады да, олар сыртқа шығады, анау болады ғой, өртенген кезде үйдің бір бұрышына барып тығылып қалады деген сияқты. Бұл дінге байланысты да сондай информация да бұл жерде. Бағана ағамыз айтқандай, өткенде бір кісі айтады, бір қарттар үйінде дейді, бір қызметкері ғой, сол жақта жұмыс істеп жүрген кезде бір үлкен кісілерден сұраған ғой, сіз өміріңізде неден өкінесіз деп ше. Енді сол
бәрінің өзінің несіне жазып жүрген сөзде үлкен кісілер айтады дейді да, мен өкінетінім дейді да, біріншіден өзімнің айналамдағыларға жақсы көретінімді айта алмадым дейді да, айтпағаным үшін, екінші көп саяхаттамағаным үшін деген сияқты сөйтіп кете береді. Бірақ ең бірінші сол бағана ағамыз айтқандай, өзің айналаңдағыларға жақсы көретініңді, ол бірінші сен әйелің, екіншісі сен әйелің, ол жаңағыдай сен балаларыңа тәрбие береді, одан кейін балаларыңа сен уақыт бөлмей оларға жақсы көретініңді айтпау деген сияқты. Ал бағанағыдай ағамыз айтқандай жақсы көретініңді іштен сезбегеннен кейін, ол ішкі ортадан сезбегеннен кейін басқа жақтан іздейді да, оны Нұрсұлтан жақсы көреді да, ей бауырым дейді да, бауырым жүрсін, яқа барып демалып қайтайық, ойнап қайтайық дейді да. Сен оған әкені де заменит етесің, сен оны маманды да заменит етесің, сен лучше дос боласың, бауыр боласың, аға боласың, іні боласың. Сен онымен всегда жүргеннен кейін айтады ғой бізде, адам өзінің досының дінінде дейді да. Сен кіммен дос боласың, кіммен дастархандас боласың, сен уж соның дініне кіресің да. Ол жаман жақта жүретін болса, шама, ей, іше бер, главное жаңағыдай намаз оқыған кезде құлап қалмасаң болды деген сияқты әңгіме жіберетін болса, анау да соған үйретті әңгімелеріне. Болмаса жаңағыдай, ей, бүгін ұстамай ақ қойса, оразаны аша салса дейсе, анау да ашып қоюы мүмкін да, жаңағыдай толық білмегеннен кейін. Ал сол ортаны өзі таңдайтын болса, значит ол ең бастапқы кезде әке шешенің бір тәрбиесінен келеді да, жаңағыдай баладан, установкадан. Балаға сен нені дұрыс деп айтасың? Ең бірінші мектеп сол ғой, әке мен шеше тәрбиелейтін да. Сен дүниеге келген кезде, бағана ағамыз айтқандай, ешбір әке, ешбір ана өзінің баласына жаман нәрсені үйретпейді да, жаман болсын демейді, жаман жолға түсіп кетсін, ертең Сирияда өзін жарып атсын демейді да. Дүниеге келгеннен кейін, ей ананы ұстама, ол ыстық дейді, мынаны ішпе, мынау мұздай, мынау жаман, мынау кәкәй деп үйретеді ғой балаға. Сосын ол жаңағыдай бесікке бөлейді, басқа қылады, өсіреді, ана жаңағыдай басқа ортаға түсіп кетпесін деп. Сол сияқты балаға ең бастапқы кезде, өз жапондар да айтады ғой, бастапқы кезде өздері жаңағы бірінші өздерінің ана тілдерін үйретеді, түпкіл жаңағыдай мәдениетін үйретеді, андай үйдің фундаменті сияқты ше, фундаменті берік болғаннан кейін ол өскеннен кейін барып қирамайтындай. Сол бала кезде оған установканы беретін болса, жаңағыдай әке шешесі бір-бірімен үнемі мәміледе, бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста, бала өзінің жаңа айтқанын істемейді ғой ешқашан, ол қырсық қой бала. Бара көргенін істейді. Әке шешесімен бірге жаңа гүл бергенін көрсе, маған да сөйтеді да, мамаға гүл беру керек деген сияқты қызым айтып отырады да, кейде жаңа гүл беріп қоясың, басқалық қоясың. Ал ол оның бойына сіңіп жатыр да, значит ол кейін де өзі істеу керек, болмаса өзінің бауырларына беру керек. Мен кейде өзім жағында Магнумға барсақ, гүл сататын жер тұрса, мамаға гүл алып берейік та дейді да. Сондай дұрыс нәрселерді үйрететін болсаң, болмаса ол айтып тұрған жоқ қой, мамаға пиво алып берейік та деп тұрған жоқ та. Ол жаңа сен үйге барып әйеліңмен пиво ішіп отыратын болсаң, болмаса сөйтіп жаңағыдай жүретін болсаң, ол айтады да жаңағыдай үйге пиво алайық та деген сияқты, болмаса жаңағыдай барып пиво алып жатсаң келешек алсай деген сияқты закускасын айтып тұруы мүмкін ғой. Сондықтан ең бастапқы кезде сондай дұрыс нәрсе болса, информация балада, ол өскен кезде уже дұрыс информациямен жүреді. Сосын менде бір тағы бір мәселе, біз қоғамда пікір қалыптастырушы идеал болып жүрген ол өнерпаздар, актер, әнші, олардың артынан жастар көп ереді. Мен бір соңғы кезде бір тенденцияны байқап жүрмін, кезінде жасында жарқылдаған әншілер, жастар дінге бет бұрады, басын дұрыс қабылдайсың, жақсы келе жатыр екен ғой деп. Бір күні қарасаң, енді сақалды мына жерге жіберген еді. Қап-қара киініп алған, ортаны өзгертеді. Сосын кейде болды, мен телеарнада істеймін ғой, маған хабарласып, мен бұрын ән айтқан клиптарын бәрін өшіріп тасташы, мен бұрын берген сұхбаттарын бәрін өшіріп тасташы, менде түскен бір инстаграмда суреттер бар, солардың бәрін өшіріп тасташы дейді мысалы. Осы бұл қаншалықты дұрыс? Мысалы, солар көбісі мешітте жүреді, осы біздің Астанадағы мешіттерде жүреді, болады. Примерно кім жайында сияқты, белгі сияқты маған да сөйтіп хабарласқан. Мысалы, қалай ол, дұрыс па, дұрыс емес па? Келіншегімен бірге түскен суреттерді алып таста деген сияқты. Ну да, встречается такое, когда, может быть, да, то, что для него кажется, или же в его фотках, в его клипах, в его каких-либо встречах, это могут быть встречи с противоположным полом, да, если здесь есть, в его понимании, наверное, есть какой-то признаки, может быть, разврата, там, бесчестия и так далее, то, несомненно, конечно, такие, признаки оставляют за собой не совсем хорошо, да.
Но если же в этом нет ничего плохого и нету призыва к плохому, то тогда это может вещаться, это можно показывать, и в этом тоже нет никаких проблем. Я өткен мен байқадым да, мысалы ол өткен тарих қой, оны жасырамайсың, болған нәрсе халықтың көз алдында ол сондай әнші болып қалыптасты, мысалы, сондай адам болып қалыптасты. Барлығы білет. Ол кездің өзінде бір жамандыққа шақыратын әндер болған жоқ. Ары кетсе жас махаббат туралы айтады, басқа не туралы айтады. Қазірге бәрі қатты қабылдап жатқан сияқты да, мысалы, жақында көріп қалдым, бір қап-қара киініп алып, мысалы, менің немде бір ішкі жан дүниемде ауылдың баласы болғаннан кейін бір қап-қара киініп алып, сақалына тізесінен өсіріп алып, бір бүкіл баяғы өткен кеткендерді өшіріп тастау керек деп, жаңа өмір деп жатса, мен түсінбейді екенмін. Ол керісінше жастарды қорқытатын сияқты ол ше. Керісінше оған бір әдемі бір жуастықпен, бір мейірмен келмей ма ондай дүниеге? Қатты кетіп қалу бұл. Ну, просто иногда мы немножко сильно заостряем внимание именно на атрибутике, да, ислама, в целом народ. Да? То есть, когда мы видим человека с атрибутикой ислама, то непроизвольно возникают ассоциации с тем, что этот человек, наверное, там, террорист или же может принести вред. Скажем, это и не наша вина, это пропаганда, да, того, что ислам или равно терроризм, да, к сожалению, это уже внушили нам на подсознательный уровень, что ты видишь человека с бородой, и у тебя непроизвольно возникают мысли, что этот человек, наверное, там, с бомбой в руках, грубо говоря. Поэтому здесь важно обратить внимание, конечно, не на то, что как он выглядит, а то, что в его голове. Да? Точно так же, как и сейчас люди, там, одела платок, там, отрастил бороду, то сразу, там, наверное, это что-то арабское, это что-то турецкое и так далее, и так далее. Нет, ислам, он ничей, он не арабский, он не казахский, он не турецкий. Ислам, он не имеет национальности. Он для всех. И для каждого народа, да, у каждого народа есть свои какие-то особенности, какие-то традиции, которые ислам это тоже учитывает. Человек, он может ходить, соблюдая свои традиции и обычаи. И если же они никак не противоречат шариату, то тогда нет проблем в исполнении этих традиций. Поэтому сильно зацикливаться на атрибутике, на внешних атрибутах тоже не совсем верно. Да? Если, допустим, кто бывал, да, там, скажем, в той же Турции или же в других мусульманских странах, там к этому относятся абсолютно нормально. Да? То есть наоборот, если же какой-то религиозной атрибутики нет, то наоборот для них кажется, это не религиозный человек, да, например. Поэтому здесь так сложилось, да, что нам, да, по телевизору все время показывали о том, что ислам это терроризм. Теперь, увидев, там, скажем, человека с явно выраженной, да, религиозной атрибутикой, нам тоже кажется, что он, наверное, там террорист. Ол дұрыс. Бір ең басты қазақылығымыздан айырылып қалмайық деген ғой, қазақы бір киімдеріміз бар өзіміздің. Тақия қалай жарасып тұр деген сияқты ғой. Здесь, знаете, надо быть немного справедливыми к чему, да? Вот я был в одном просто колледже, когда тоже куратор колледжа сказал, что вот у нас девочки одевают платки. Там. Разве это было у казахов? Разве это там это все принесли там из Турции, там, Аравии и так далее. Но если мы говорим о традициях, почему они не одеваются, как одеваются казашки? Хорошо, но почему у вас вопрос именно к ним? Да? То девушка, там, преподаватель сам, да, стоял в полупрозрачной блузке, да, где видно нижнее белье, да, скажем, в короткой юбочке. И человек говорит, что ему нужно прикрываться так, как она думает, да, что ей нужно закрыться по казахским традициям. Здесь немножко несправедливо. Да? Если мы говорим о традициях, давайте мы все будем соблюдать эти традиции, а не выборочно, только для религиозных людей так должно быть, а я могу делать все, что хочу. Кеше наурызда бәрі шапан кие бастады, өйткені шапан өндірісінде барлығы ретке келіп жатыр. Соны бәрін реттеу керек, сол кезде ғана бізде осындай бір кереғар пікірлер туындамайды деп ойлаймын. Енді қорытындылайық, 1 сағат болыпты отырғанымызға. Бадыржан, сіз бір ауыз айтып жіберіңіз, артынша Арслан, сосын біздің имамымыз аяқтасын. Енді қазір осыны көбінесе жастар қатары көреді ғой, негізі осы тақырып қызық болса егер. Мен мына нәрсені айтамын да, сен егер дұрыс жолда болғың келетін болса, ешкімнің өмірінде, мысалға, мен достарыма айтамын негізі ше, былайынан. Әңгімені ашығы, дос жылатып айтады дегендей, мен айтамын да, Нұрсұлтан деймін, негізі айналып келген кезде сен өміріңе, сен айналаңда, Инстаграмдағы қаншама оқырмандарыңнан былай келген кезде наплевать деймін да, сен өмірің, сен өзіңе керек деймін да.
и сен оның әдемі бола ма, жаңағыдай разноцветный бола ма, қызыл, жасыл, красочный бола ма, өзің құрастырасың деймін да. А концовке өміріңнің соңында бағана ағамыз айтқандай есеп беретін сен өзіңе ғана есеп бересің да. Мен өмірімде кіммен дос болдым, қай жерлерге бардым, не істедім, уақытымды қалай өткіздім деген сияқты. Сен сол уақытта сен есеп берген кезде, мен ананы айтқан нәрсесімен жүріппін ғой, мынаны айтқанымен жүріппін ғой, анау қай жаққа жүрді, соның артынан жүре беріппін ғой, анау ана жаққа барып жаттасып тастайық десе, соның артынан кете беріппін ғой десең, значит сен өмірің солар үшін арналып кетті да, өзіңе ешқандай сен уақыт арналмағансың да. Сондықтан қазірден бастап сен егер бір мақсатқа жеткің келетін болсаң, бір жақсы бір ортада жүргің келетін болсаң, сен қасыңа жақсы дос тап. Жақсы орта болады ол. Жақсы орта сені жақсы жерлерге апарады, ал жақсы жерлерден сен жақсы әңгімелер тыңдайсың. Сондықтан ол сені өміріңе әсер етеді. Бойыңда энергияны қай жерге салуға болады, сол жерлерде жүр. Лучше сен үйде, диванда, болмаса телевизордың алдында бүгінгі күнім әйтеуір өтті ғой дегеннен гөрі, сен қоғамға бір пайда тиген, өзіңе кешке жатқан кезде есеп берсең, саған пайдалырақ. Сондықтан уақытың бар ма, 30-ға дейін барынша қимылда, жақсы орта тап, кейін сол орта саған тұрақты өміріңнің соңына дейін дос болады. Арслан? Енді өз бағытым бойынша айтсам, жастардың жаңында айтып кеткендей, басты қазіргі менің ойымша ол миссиялардың бірі, ол жаңа ағамыз айтып кеткендей, өзінің уақытын тиімді пайдалану, өз бағыты бойынша жұмыс жасау, яғни әрқайсында өзінің бірқатар бір мақсаттар болу керек, сол мақсатқа жету үшін өздерінің қандай да бір жоспарлары болу керек. Қазіргі таңда менің енді жеке ойым, жастарға бүкіл қолайлы жағдай жасалынған, мүмкіндікшіліктер бар, оған өзімді дәлел боламын деп айта аламын. Өйткені өзімді Астанаға ауылдан келген болатынмын, қандай да бір жоспарларым болған, мақсаттарым, қазірде мақсаттарым бар, оларға ақырындап келе жатырмын. Сондықтан да қазіргі таңда жастарға есік ашық, ең бастысы өздерінің бір айтады ғой, 90% труда и 10% таланта. Мен онымен толықтай келісемін, яғни әрбір жас ол еңбектену керек, мақсат қою керек және де талпыну керек. Бір айта салайыншы, бізде айтады ғой, отан отбасынан басталады дейді ғой. Негізі былайынан қосқым келеді, негізі дінде сол, дінде ол отбасынан басталады. Мысалы пайғамбарымыздың сүннет амалдары ше, өзім мысалы әйелін үйінен шығып бара жатқан кезде сүю, жақсы көру, махаббатын беру, отбасына уақытын арнау деп, тіпті садақаның ең жақсы өзінің отбасына да, жақындарына, біз әйтпесе қайырымдылық дейміз, басқа дейміз, ол сырттан іздейміз да көмектесетін адамдарды. Ал былай артқа қарасаң, сен туысқандарың арасында бар да, біреуді цыппенмен ұрады, біреу жаңағыда кредитін төлеуге ақша таппай жатыр. Сен басқаларға көмектесіп жүрсең, ана жақтан туысқаның айтып жатса, елдің бәрін жарылқап не істеп жүр, бізге көмектеспей десе, Африкада құдық қазғандар сияқты ма? Сен қаншама жақсылығың зая кетеді. Ең біріншісі сол жаңағыдай дін болсын, басқа болсын, отбасыңнан баста, отбасыңа көңіл бөл, басқа қыл, содан кейін барып барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Ал сөз өзіңізде қорытындылаңыз сонымен. Но это совет, наверное, для всех, но мы, так как наше служение, да, оно связано с наставлением, нужно понимать, что все, что мы говорим, в первую очередь для себя, да? То есть для своего исправления. То есть мы не пытаемся кого-то научить чему-то, мы даем просто какие-то советы, и дальше человек сам вправе выбрать это или нет. Но в первую очередь все, что мы слышим, мы пытаемся делать намерение исправить себя, свое эго, свое внутреннее состояние, своих родных и близких. То есть, принцип такой, что мы должны начинать с себя. И второй момент. Именно родителям и детям из своей жизни исключить две вещи. Это ложь и обман. Успех народа, он заключается именно в этих двух качествах. Если мы исключим из своей жизни и дадим воспитание нашим детям, которые никогда не будут обманывать, никогда не будут врать, этот народ, эта семья обретет счастье и успех. Это 100% гарантия. И именно в правде есть спасение. Поэтому избежать лжи и обмана и обучить это своим детей. Если мы это сделали, мы можем сказать, что мы самые лучшие родители. Құрметті көрермен, өздеріңіз көрдіңіздер, Елорда және дін YouTube арнасында біз бүгін жастар және дін тақырыбында біраз әңгіме дүкен құрған болатынбыз. Келген спикерлерге алғыс айтам. Мардымды ой айттыңыздар, көрерменге ой салдыңыздар.
осы жерде айтылған 100% әңгіменің ең бастысы бір кемінде 30%-ын өзіне түртіп алса азаматтар, онда бұл подкасттың үлкен жемісі, жетістігі дегіміз келеді. Достар, біздің каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, ой бөлісіңіздер. Кезекті шығарылымды көп күттірмей бізде шығаратын боламыз. Оразаларыңыз қабыл болсын.